Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабаққа дайынсыз ба? Жақсы. Олай болса, психологиялық ахуалыңызды жасап жіберейік. Күн жарығын алақанға саламын, жүрегіме басып ұстай қаламын. Нәзік әрі жарық мейірімің, болып кетер сонда дереу жан-жағым. Жарайсыздар балалар. Міне, жүрегіміздегі осындай жылумен сабағымызды бастаймыз. Ал енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыбымызды қайталап жіберейік. Көбелектерді өз гүлдеріне қондыр ойын ойнаймыз. Алдарыңызда көбелектер бар, иә балалар? Сол көбелектер арқылы тиісті гүлдеріне қондырайық. Ал, шыға қойыңыздар. Ай көркем, оқи ғой. Кімді нені? Иә, қандай септік екен? Табыс септік. Табыс септік, жарайсың. Так, келесі, алау. Кімді нені? Кімні? Нені? Қандай септік? Ілік септік. Ілік септік, өте жақсы. Келесі тоқтан. Шағылыңда, дайын отырыңыздар балалар. Кімнен нені? Қандай септік? Бұл шығыс септік. Шығыс септік. Мәдина алау. Келесі, Назым. Келесі көбелектер дайын ба? Кімне? Кімне? Қандай септік екен? Бұл атау септік. Атау септік, жақсырағы. Салауат. Кімге неге? Кімге неге? Қай септік? Оны алаттыра ғой. Так, соңғы көбелек. Эльмира. Кімге неге? Бұл жатыс. Жатыс септік. Керемет, өте жақсы балалар. Көбелектерді өз гүлдеріне орналастырдық па? Жақсы, жарайсыздар. Ал енді жұмбақ шешіп жіберейік. Кенжесімін бүгінде кіммен немен жүремін? Мен, пен жалғауы осы болды таңдауым. Балалар, бұл қай септік туралы айтып тұр? Өте жақсы. Яғни, бүгін біз көмектес септік туралы өтеміз. Сабақтың мақсаты көмектес септіктің жалғауларын білетін боласыздар. Ал енді экранға назар аударайық. Көмектес септігі болса, іс-әрекетті бірге орындайтын, яғни орындауға ортақтасатын адамды немесе іс-әрекетті орындау үшін бізге көмекке келетін құралды білдіреді. Көмектес септігіндегі сөздерге кіммен, немен деген сұрақтар қойылады. Жалғаулары мен, пен. Мысалы, мұғаліммен сөйлесу. Не ұқтыңдар балалар? Ережемізді қайталап жіберейікші кәні? Көмектес септіктегі зат есімдер кіммен, немен, кімдермен, нелермен деген сұрақтарға жауап береді. Көмектес септігі атау септікке мен, пен жалғаулар арқылы жасалады. Бұл жалғауларды көмектес септік жалғаулары деп атайды. Яғни балалар, ине, су, от сөздеріне көмектес септік жалғауларын жалғап көрейікші кәні? Кім айтады? Аяулым? Ине, инемен, су, сумен, отпен. Отпен. Өте жақсы. Керемет, жарайсыздар. Ал енді балалар, дәптерлерімізді ашып, күн жарысын жазайық. 8 ақпан көмектес септік. Жас болсақ балалар, оқулыққа назар аударайық. Оқулықтағы 69-шы жаттығу, сөйлемдерді көшіріп жаз, қарамен жазылған сөздерге сұрақ қойып, сөз құрамына талдар дейік. Яғни дәптерге әдемі етіп көшіріп жазамыз. Тақтаға кім шығады?
Erdo'lik Dilon. Bir söylem жазабыз. Қалғандарымыз көшіреміз. Atası Бекзатпен ұзақ әңгімелесті. Әдебиет жазамыз. Atası Бекзатпен ұзақ әңгімелесті. Сөйлемді оқиғы. Atası Beyzat'ın uzak әңгімелесті. Көмектесті. Beyzat'пен. Бекзатпен. Сөз құрамына қалда. Түбірі Бекзат. Ал жалғау біздеппен. Пен. Яғни Бекзат пен. Тамаша. Отыра ғой. Келесі сөйлем. Келесі сөйлемге Айкөркем жалғастырамыз. Нағашы Нағашы әжемнің үйіне пойызбен барды. Poyizden vardı. Okuyor söylemde. Nағашы әжемнің үйіне пойызбен барды. Көмектесті. Пойызбен. Сөз құрамына талдаймыз. Түбірі пойыз. Бен жалғау. Бен жалғау. Жақсы, керемет. Соңғы сөйлемге мақсат, келең. Бірақ жазалым. Сәкен шалғымен шөп шапты. Сәкен шалғымен шөп шапты. Сәкен шалғымен шөп шапты. Көмектесті. Шалғымен. Түбірі шалғы. Түбірі шалғы, мен жалғанған жалған. Жақсы отырауы. Жазып алайық балалар. Ал енді балалар, кішкене сергіп алайық. Кім жылдам ойын ойнайын де балалар. Алдарымызда біздің баскетбол добы берілген. Осы баскетбол добы біздің тиісті көмектесетікке байланысты сөздерді сеткіге салуымыз керек. Дайын ба? Бір бөлек келіп, мына жерден допты ала қойыңыздар. Дауысты оқи қойында қандай сөз шыққаны? Ықыласпен. Қандай сетті? Көмектес сетті. Келесі оқушы. Келе бер, аяғым кел. Табиғатпен. Табиғатпен. Қандай сетті? Көмектес сетті. Жақсы. Келесі. Бір бөлек бара қойында. Еңбекті. Оқиғым. Еңбекті. Еңбекті көмектес сеттікке жата ма? Жоқ. Яғни ол жатпайды. Келесі. Келесі топталауы. Күшікпен. Күшікпен. Қандай сетті? Көмектес. Көмектес сетті. Келесі келемізді. Едәулет. Шығайық. Шымшық. Шымшық. Қандай сеттік шымшық? Шымшық ол атау. Атау сеттік, яғни жатпайды. Келесі топталауы. Әжесімен. Әжесімен. Бұл көмектесетті. Жақсы. Келесі. Кеңісшіде. Кеңісшіде көмектес сеттікке жата ма? Жоқ. Жатпайды екен, яғни келесі сөзді ала ғой.
Көлікпен. Жата ма? Иә. Көмектесіп кетті. Так, келесі. Мақсат. Кейдетейік балалар. Каусар. Құрлықтың. Қандай септік? Құрлықтың. Ілік септік, яғни көмектес септікке жатпайды. Келесін ала ол. Ұстазбен. Қандай септік? Қаламмен. Көмектес септікке жата ма? Қаламмен, ұстазбен. Иә. Иә, сала ол. Келесі. Кітаппен. Кітаппен. Көмектес септікке жата ма? Жатады, жастыра ол. Келесі асып жат. Тағадан. Қандай септік балалар тағадан? Қандай септік жатады? Шығыс септік, яғни көмектес септікке жатпайды. Келесін ала ол. Адаммен. Қандай септік? Көмектес септік жатыра ғой. Альмира. Таудан. Жата ма көмектес септікке? Бұл қандай септік? Шығыс септік. Келесі. Соңғыдықты ала ол. Гүлмен. Қандай септік? Көмектес септік. Яғни сеткеге саламыз, иә? Керемет. Жинақтау сабағымызда балалар сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. Жүкпен орындаймыз. Септіктерін тиісін сөздермен байланыстырасыңдар. Дайын болсақ, белгі береміз балалар. Керемет. Бір жұп болды. Тамаша. Екінші жұп. Үшінші. Төртінші жұп. Орындаған тапсырмамызды жұппен алмастырайық. Бір-бірімізді бағалаймыз. Ал енді дұрыс жауабын экраннан тексере қойыңыздар. Қаншалықты дұрыс жаза қойыңыздар. Тексереміз. Дұрысын жаза қойыңыздар. Ал енді бүгінгі сабақта біз немен таныстық? Сат есімнің қай септігімен таныстық? Көмектесіп. Жарайсыздар, көмектесеттік. Жалғаулары қандай? Мен, бен, пен. Өте жақсы. Үйге тапсырма балалар. 71-ші жаттығу. Берілген сөздерді көмектес септігіне қойып, олармен сөйлем құрайсыздар. Келесі ережелерді жаттап келеміз, түсініп. Түсінікті ғой, балалар? Ал енді бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, алдарыңызда бағдаршам арқылы бағала қойыңыздар. Толық түсіндім болса жасыл, сұрақтарым бар болса сары, түсінбедім деген сұрақ туындаса сары. Керемет, барлығыңызда бүгін толық түсінген екенсіздер. Рахмет, сабағымыз аяқталды.